Саламатсыздар ма, құрметті әріптестер, семинарға қатысушы мұғалімдер, ұстаздар. Тарихтан оқушыны олимпиадаға дайындау әдісі деген іс тәжірибемен бөліспекшімін. Ақтау білім инновация лицейі тарих пәні мұғалімі Құсайынов Ризабек Мыңжасаров. Енді тақырыпқа кірместен бұрын, біріншіден ұстаздарымызға жайлы бір сұрақтар қою арқылы ойды жүгіртпекшімін. Ендеше, құрметті ұстаздар, өміріміздің мәні неде? Бұл жердегі айтылып жатқан нәрсе, ұстаздың өмірінің мәні неде? Қарап отырсақ, бір жерде бірнеше сұрақтар қойылған. Оқушыларменен қалай көп уақытымызды бірге өткізе аламыз? Сүйікті оқушыларымызды мына өмірдің жаман әдеттерінен қалай құтқара аламыз? Қалай бәсекеге қабілетті маман дайындай аламыз? Тарихшы ретінде. Мұғалімнің өмірінің мәні бір оқушыға пайдалы болу емес пе? Деген осындай ой жүгіртпекші бір сұрақтарын қойылып тұр. Енді шын мәнінде бүйтіп қарайтын болсаңыздар, мұғалімнің ұстаздың оқушыға деген жақсылық жасау бұл действительно өмірінің мәні. Ендеше осы жерден олимпиада деген іс-шарамыз, олимпиада деген дайындығымыз осы сұрақтардың барлығына жауап береді. Өйткені өміріміздің ұстаздың мәні әрине оқушыға жақсы іс жасау, жақсылық жасау, жақсылық көрсету. Демек, осы жақсылықты жасаудың жолдарының бірі бұл олимпиада. Олимпиадаға оқушыны дайындау. Бірақ тағы бір нәрсе бар. Бүкіл олимпиадаға дайындалған оқушыларымыз республикалық яда облыстық кейбір пәндерді білеміз, халықаралық деңгейлерге орын ала бермейді. Сондықтан сұрақ туындауы мүмкін. Сонда біз оқушыға жақсылық жасай алмадық па дегендей. Бірақ жоқ, ең бастысы бұл жерде біз оқушыға көңіл бөлдік, оқушыны жаман әдеттерден тыйым алып қалу үшін оның уақытын олимпиадамен толтырдық. Міне осы мұғалімнің, ұстаздың өмірінің мәні деп ойлаймын. Құрметті оқушылар, осы құрметті ұстаздар, осы көзқараспенен егер олимпиадаға келіп оқушыны дайындайтын болсақ, менімше ешқандай қиыншылық болмайды. Тағы бір айта кетерлігім, құрметті ұстаздар, бәріміз білеміз, олимпиада өте көп уақыт алады, және де көп еңбек керек. Соған байланысты осыған да дайын болу керекпіз. Ары қарай қарайтын болсақ, олимпиада деген қағаз және қаламмен жасалатын қайырымды кәсіп орын. Демек, біздің ұстаздарымыздың қолынан келетін нәрсе бұған тек қана қағаз бенен қаламның арқасында керемет бір қайырымдылық жасау жолы, кәсіп орын деп айтып отырмыз. Ендеше, менде мықты дарынды бала жоқ деп кейбір ұстаздарымыз сылтау іздейді. Яда жетістікке жете алмаған кезде менің оқушым дарынды емес деп те айтып жатады. Шын мәнінде әрине дарындылықтың орны ерекше, бірақ басты мақсат барлығының дарынды қылу емес. Басты мақсат жаңағыдай оқушыға көп көңіл бөлу, оқушыны жақсылыққа жетелеу. Адам өте шыдамсыз, себебі біреуді дайындасам, олар республикадан орын алу керек, немесе тым болмаса облыстан орын алу керек деген жаңағы мақсаттар қояды. Негізгі жетістік бір адамға пайдалы болу, тырысу. Осы мақсатпен дайындасаңыз, кез келген оқушыменен өте керемет нәтиже көрсетесіз деген үміттемін. Мысалы, Қытайды да алатын болсақ, IMO деген халықаралық олимпиадаға Қытайдың миллиардтаған адамынан 6 оқушы ғана өтеді екен. Осыны түсіне отыра, сол үшін жағдайымызға шүкір етуіміз керек. Олимпиаданың мәнін дұрыс түсінуіміз қажет. Мен өзім дым. Енді бұл жерде айтқым келіп жатқан екі ауыспалы мағынасы бар. Мен өзім дым деген. Кейбір мұғалімдеріміз өзім жаңағы жетістігі жоқ, өзімнің деңгейім төмен, мен өзім дым емеспін, сондықтан мен оқушыны дайындай алмаймын деген ой пікірде болуы мүмкін. Екінші жағы, оқушы жетістікке жетіп, бірінші орындарды алып жатқан кезде ұстаз айту болуы мүмкін. Бұл менің арқамда,
бұл мен жетеледім, мен оны дайындадым дегендей. То есть осы кезде де мен өзім дым емеспін дегендей өзін түсіре білу керек. Өйткені әрине әр нәрсені өзімізден көре берсек, бір жағынан мақтаншақтыққа апарады, екінші жағынан кім біледі, кейбір кезде жаңағы ұялтатын сәттерге әкеп көруі мүмкін. Сондықтан мен өзім дым емеспін дегендей екі ауыспалы мағынада да қолдана білуіміз қажет. Бүгін дайын болып дайындап жүргендер бір күндері сіз сияқты өзін дайын емеспін деп сезінетін. Бүгін дайындап жүргендер кезінде олар да өздерін дайын емеспіз деп сезінетін. Бір затты үйретудің ең дұрыс әдісі үйрету. Демек, үйренудің ең жақсы тәсілі үйрету. Құрметті ұстаздар, өзіміз ештеңе білмейміз деп қорықпай, біреулерді үйрету арқылы өзіміз де үйренеміз. Осыдан қашпау керек. Оқушылардан аз білесіз бе? Кейбір мұғалімдер әрине сескенеді, оқушылардан аз біліп қаламыз деп. Бірақ қазақтың жақсы сөзі бар емес пе? Жақсы ұстаздың шәкірті озар дегендей. Сондықтан әрине шәкіртіміз бізден озып жатқаны ол әлдеқайда жақсы. Одан да қорқуымыз керек. Олимпиадаға сіз кірмейсіз, оқушысыз кіреді. Міне осы кезде нақты көрінеді. Мен өзім дым емеспін. Өйткені олимпиадаға кіретін мен емес, олимпиадаға кіретін оқушы кіреді. Сіз бір бапкердің несіне қарай бағалайсыз? Мысалы, бапкерді өзіңіз ойлаңызшы, несіне қарай бағалансын? Кейбір бапкерлер өзінің шәкірттерімен өте керемет қарым-қатынаста болуы мүмкін. Яда кейбір қиын жағдайларда көмек жасай алмай, яда бағыт-бағдарларын жақсы беруі мүмкін. Сондықтан әрине біз сондай сіз бағалайтын бапкердегі қасиетті өзіңізде де сол қасиетті көру керексіз. Сол кезде сіз мүмкін оқушыға да жақсы бір бағыт-бағдар беруші боласыз. Мысалға алатын болсақ, қай боксер бапкерсіз дайындалып жүр? Немесе бір күнде жеңімпаз болып жүр ме? Яда қандай да болса спортта қарасаңыздар, әрқайсында бапкер бар, әрқайсында жетістік теріменен бір қаншама күннен соң келеді. Егер оқушыларыңыз тек сіздің артыңыздан үйреткеніңізбенен жүрсе, жеңіске жете алмайды. Демек, бапкердің артынан жүру деген ол үлкен жетістікке жеткізбейді. Сіз негізі жұмысыңыз дұрыс бағыт-бағдар беру. Біз тек қана бағыт-бағдар беріп, оқушыны дайындау. Қалғаны ол барлығы оқушының еңбекқорлығы, оның уақытын тиімді пайдалануы, оның қайраттылығы, оның жігермінезділігі, оның мақсатына деген тік ұстанымы ғана жетелейді. Олимпиадалардағы әділдік мәселесі әрине көптеген мұғалімдеріміз бәлкім өздеріне сондай бір сылтау іздейді. Олимпиада деген әділетсіз өтеді. Сондықтан ол жердегі жасап жатқан оқушымызды жіберіп дайындап жатқан бүкіл еңбегіміз босқа заяға кеткен дейді. Ондай нәрселерді әрине кездесіп жатады, бірақ дегенменен бұны да біз жақсы жағын алып қарау керекпіз. Осындай сәтте бір баламыз орын алайын деп тұрған жерінде орын ала алмай жатқан кезде біз оның қасында демеуші болып, оны қайтадан аяққа тұрғызып, сіздің оқушыға ең керек кезеңіңізде мотивация беру арқылы оны қайтадан аяққа тұрғызып, ары қаратай бағдарлап, алдағы жарыстарға жоспар құрып, қайтадан қатеменен жұмыс жасатып, келесі олимпиадаға қайраттап, оқтап жіберулеріңізге үлкен бір себеп және де үлкен бір мүмкіншілік болады. Ендігі кезең бұл нақты мен өзім олимпиадаға дайындап жүргендегі барысым жайлы таныстырмақпын. Демек, олимпиадаға дайындық барысында жасалатын басты жұмыстар. Енді бізде өзімізде білім инновацияда бұл жүріп жатқан мәселе нақты система болып отырған. Сондықтан бұл жерде мен жасап жатқаным барлығы бұл менің ойлап тапқаным емес. Бұл біздің жүйеде, системамызда жүріп жатқан нәрсе. Кейбір кездерде әрине сәл-пәл өзгеріп тұратын заттар болады. Ерікті таңдау жасау. Оның барлығы анкета жүзінде анықталады. Оқушының өзінің қызығушылығы арқылы ерікті түрде келу керек пәніңізге. Демек, қызығушылық, ағай мен тарихшы болам деп өзі келу керек. Тізім және жоспар жасау міндетті түрде олимпиадшыларыңыздың, енді білмеймін, бәрі жасайтын шығар, міндетті бүкіл жерде тізім жасау керек, және де міндетті түрде қысқа болсын, яда ұзын болсын, әйтеуір бір нақты жоспарларыңыз болу керек.
оқушылардың мақсатын белгілеп көрсету. Бұл жерде нақты оқушыға мақсат белгілеу. 7-ші сынып сен биыл осы тақырыптарды бітіру керексің, мынадай кітапты бітіру керексің дегендей 9, 10, 11 әр сыныпқа өзінің жеке мақсаттарын көрсету керексіздер. Керек десеңіз ай сайынғы мақсатын, апта сайынғы күнделікті мақсаттарын көрсете білесіздер. Дайындық кестесін құру. Әрине оқушыларымыз барлығы оны білу керек, міндетті түрде жаңағы үлгілі тұру керек, көз алдарыңызда бәрін білу керек. Жауапты оқушыны таңдау. Ішінен әрине, былайша айтқанда староста дейміз ғой, ішіндегі ең бастысы жауапты оқушыда болу керек. Бәрін жинап, ұйымдастырып, сүйреп жүретін. Ресурстармен қамтамасыз ету. Яғни керек әдебиет тізімдеріменен, оқулықтармен мүмкіндік болса қамтамасыз ету. Одан кейін мотивациялық іс-шаралар жасап тұру. Айда бір. Ол не болуы мүмкін? Кейде оқушыларыңызбен серуендеу мүмкінсіздер. Кейде оқушыларыңызбен отырып қарапайым шай, үстел үстінде, бәлкім тамақ үстінде, бәлкім кафе үстінде. Керек десеңіз футбол дегенде бізде оқушыларымыз көбінесе футболға қатты қызығады. Сол себепті осындай бір мотивациялық демалу, активити дейміз, іс-шара дейміз, осындай нәрселер ұйымдастыруымыз қажет. Дайындық барысындағы басты назар аударатын нәрселер. Енді қабілеттеріне шектеу қоймау керек. Әр оқушының өзінің жеке қабілеті бар, қабілетіне қарай жаңағы мүмкіндігі бар дегендей. Бір жылда 80-100 кітап оқи алатын оқушыларымыз мүмкін. Бұл да қабілетіне қарай. Оның бәрін беру керек біз еркіндік. Тек қана ақылмен емес, оймен де дайындалу керек. Демек, адам өзінің ақылдығына, жаттау қабілеттілігіне ғана сенбей, одан қатар жаңа тарихта білесіздер, ойын жеткізу, ойын ашық айту, сыни тұрғыда ойлау деген нәрселерінде дамыту керек. Тарихты жақсы біледі екенсің, ақылды екенсің деген нәрсеге қарап қалмау керекпіз. Үлкен сыныптардың кіші сыныптарға сабақ түсіндіруі. Бұл өте маңызды нәрсе. Әсіресе 10-шы, 11-ші сыныптың оқушыларын осыған байлау керексіздер. Керек десе, даже 8-ші сыныпты 7-ге, 9-ші сыныпты 8-ге дегендей, үлкен сыныпты кіші сыныпқа жаңағыдай нәрсе ғой басында. Ең жақсы үйрену тәсілі біреуді үйрете отыра үйрену деген нәрсе ғой. Осы біреуді үйретіп жүріп, өздері де үйренеді. Дайындық күндері, апталары, камп, яғни лагерлар дейміз, дайындық лагерлар жасап отыру керек. Ол әрине күнделікті, апталық, 90 соңында дегендей, демалыс уақыттарында дегендей дайындықтар болу керек. Оқушыны таңдау әдісі. Олимпиадада жетістікке жете алатын оқушы таңдауда керек қасиеттер. Оқушының өзінің қатты қалауы, бағана айттық, оқушы өзі қалап келу керек. Дарындылығы, әрине оқушының дарындылығы да керек. Гуманитарлық қабілеті, яғни оқушы білесіздер, тарихта эссе жазу деген тәсілдер өте көп. Сондай шығармашылық жұмысы керек, сондықтан гуманитарияға жақын болған әлдеқайда жақсы. Логикалық ойлау және мәселе шеше алу. Бұл да жоғары. Бұл енді әр кез келген пәнге керек нәрсе, бұлардың барлығы. Және де кез келген жерде мәселені шешіп, өз ой жеткізе білетін оқушы керек. Өздігінен дайында білу қабілеті өте керекті зат. Оқушы шын мәнінде олимпиадада ең көбі өзі дайындалу керек. Өзі дайындалу білу қабілеті отыру керек. Әр затқа алаңдамайтын тұрақты мінезділік. Олимпиада үшін көп затты құрбан ете білу. Ол уақытын әрине кейбір қызығушылықтарын қызықтар деп. Енді біздегі жаңағыда айтып өткендей, футбол ұлдарға әсіресе осындай нәрсені сырып тастап, олимпиадаға дайындалатындай, құрбандық ете алатындай қасиеттері болу керек. Жаңағыдай айтып өткендей, бастап Қазақстан тарихынан әрине олимпиадасы тізімін жасау. Көріп отырсаңыздар, бұл біздің оқушыларымыздың олимпиадалық тізімі. Қарап отырсаңыздар, бұл жерде мен бір сыныпта бір оқушыны алып дайындап жатырмын деген тәсіл жоқ. Міндетті түрде оқушының қасында бәсекелестік болатындай орта болу керек. Көріп отырсаңыздар, менің тізімде ең аз дегенде 2 оқушы бір сыныптан шығады. Екеуінің арасында жарыса отырып дайындалу. Тіпті жақсы болса, одан да көп болса, тіпті жақсы. Қарап отырсаңыз, міне менде тізім 7-ші сынып 4-у, 8-ші сынып 5-у, 2 мен 10-да, 9 мен 10-да 2-2-ден, 11-ші сыныпта 4 баламыз бар.
Дайындық кестелері көріп отырсаңыздар, міне әр күн апта толық дайындық кестесі. Енді бізде сабақ 4-тен аса бітеді, 4:30-дан бастап 6-ға дейін дүйсенбі күні дайындығы. Бұл жерде мен өзім кірем, сабақтың басында болам, нақты аптаның жоспарын құрамыз да. Қарап отырсаңыздар, ары қаратай 3 күн бойы өздігінен өздері дайындалады. Жаңа басына бекітіп қойған оқушымыз бар, сол жинақтап, сол қадағалап жүреді, келіп кетуін. Кейін жұма күндері қарап отырсаңыздар, 7-ші сыныпқа кіреміз, соңғы күндер, сенбі күндер тағы да жаңағы кіріп аптаны қорытындылаймыз, және де тақырыптарды, кейбір тақырыптарды талдаймыз. Осындай 3 жұмыстар жүргізіліп жатады. 7-ші сынып, 8-ші сынып, 9, 10, 11-ші сыныптарға бірдей жүріп жатады көп жағдайда. Тек тақырыптарын дайындау барысында мына жерде мысалға 7-ші сыныптарға жеке тақырыптар қарастыруымыз мүмкін. Ресурстар, әсіресе әрине бізде тарихшыларда томдарды талдайды. Одан кейін дарыннан беріліп жатқан тесттер, сұрақтар, жинақтары көп жағдайда осыны жаттатамыз. Және де өте маңызды тарихи жазылып шығарылып жатқан газет, журналдар. Газет, СМИ. Өйткені әр газет, журналдың астында әдебиеттер тізбегі тұрады, және әдебиет сілтемесі жасалады. Соны бала өзі шығарма жазған кезде сілтеме жасауды үйренеді біріншіден. Екіншіден, әр жаңағы оқылған газет, журналдағы ойын өркін жеткізуді үйренеді. Өйткені білеміз, көптеген жаңағы газет, журналдарда жаңалықтар жарияланғандықтан бала қосымша жаңағы білім алады. Тағы бір айта кетерлік, мына Қазақстан тарихы деген томдардың ішінде кіріспесінде, әр томның кіріспесінде тарихи жаңағы деректерді кезеңменен бөліп көрсетеді. Қай томда қандай деректер алынғанын, осында қатты талдауымыз керек. Осыны былайша айтқанда оқушымыз жаттап алу керек. Ертең шығарма жазған кезде сол деректерге сілтеме жасай алатындай деңгейде болу керек. Және де сол сілтемелерде көрсетілген еңбектерменен тікелей танысса, одан әлі жақсы. Желідегі мүмкіндіктер, әрине 21 ғасырда бұл бірінші орында жүреді. E-History деген біздің жаңағы барлық тарихшыларға бәлкім мәлім шығар. Осы сайт арқылы көптеген мағлұмат алынады. Instagram жүйесінде Arxiv.kz деген өте мықты Instagram жүйесі бар. Осында көптеген жаңалықтар шығарылады, және де ой пікірлер, сұрақтар, бір проблемалық сұрақтар өте көп көтеріледі. Сол сұрақтарға да бала ойланып, өз ой-өрісін дайындалады. Және де онлайн сабақтар, YouTube-тағы тарихқа қатысты видеолар, онлайн олимпиадалар секілді жаңағы ресурстармен қамтылу керек. Ары қаратай бірінші қадам дайындау барысында ол олимпиада дегеніміз не? Оқушы осының бәрін түсіну керек. Олимпиада деген не, қандай жаңағы ерекшелігі бар, олимпиада арқылы қандай жетістікке жете алады, олимпиаданың пайдасы дегенді қойды. Оқушының деңгейін анықтау өте маңызды. Тесттер әр жаңағы бізде әр айдың 20-сында контест дейді, былайша айтқанда тақырып тесттер, әртүрлі жаңағы конспекттік тесттер жасап тұрамыз. Осындай тесттер болу керек. Кейін мақсаты бағанада басында айтып өткем, тоқталмай қойын. Жоспар құрамыз, және материалдарды беру. Айтып отырғанымыздай. Дайындық, әрине, жеке өздігіменен дайындалу оқушының 60% осы өздігінен дайындалуға жатады. Қалғаны тесттері әсері 20%, шамаменен сабақтардың әсері 20%. Ары қаратай әрине мұғалімнің қолында, ұстаздың қолында бақылау, әрдайым мотивация беру, оқушына жетелеу. Оқушымен қаншалықты жақын болу керек. Біріншіден әрине ата-анамен тығыз қарым-қатынас жасау арқылы оқушыға жақындаймыз. Жарыстарға дайындау барысында сынып жетекшілер арқылы оқушыларға жақындаймыз. Баланың сабақтарын үлгерімін біліп жүру арқылы оқушыға жақындаймыз. Және командалық дайындықты оқушыға үйретеміз. Одан соң сол мотивациямыз, дисциплинамыз қалмау керек. Өйткені дисциплинада өте маңызды. Әрдайым жаңағы дайындықтан бала қалмағаны жақсы. КБО олимпиадалары бұл біздің білім инновацияға сәйкес келетін Қазақстан білім олимпиадасы деп аталады. Бұл жерде лицейлер арасындағы жылына 3 рет және де 4-шісі финал Тараз бенен Шымкентте өтеді. Осын жағдайға
Бұл әрине дайындауымыз керек болған, және де бұл олимпиада біздің лицейлер арасында өткізіледі. Негізі осындай олимпиадалары мектеп ішінде де өткізіліп тұрған жақсы. Негізі осының бәрін біз мектеп ішінде өткізіп барып, кейін жаңағы міне көріп отырсаңыздар КБО1, КБО2, КБО3 деген нәтижелер бар. 7-ші сыныпта 170 қатысушы бар Қазақстан бойынша. Соның ішінде Ақтау білім инновация лицейінде міне 2 оқушымыз 6-шы және 7-ші орында тұр. Одан тағы бір оқушымыз міне 16-ші орында тұр. Негізі финалға 25 оқушы өтеді, бірінші тұрған. 8-ші сыныптардан қарайтын болсақ 114 оқушымыз қатысқан Қазақстан бойынша. Соның ішінде Ақтаудың бір оқушымыз жаңағы 3-ші орында тұр. Бір оқушымыз жаңағы қарап отырсаңыздар 12-ші, 13-ші орындарда тұр. 9-ші сыныптардан 84 оқушы қатысса, оның ішіндегі жаңағы 6-ші орында және де 22-ші орында тұрған оқушымыз бар. Осылардың ішінен 25-і таңдалып алынып, барлығы финалға жұмсалады. Енді бұл бір ерекшелік үлкен. Барлық республикалық олимпиадалар біткеннен кейін бүкіл мектептер жаңағы финишқа жеттік, бітті деп демалып жатқан кезде білім инновация лицейлері мынау КБО олимпиадасы финалына дайындау арқылы олимпиадалық дайындық процесін үзбейді. Осындай процестің арқасында біздің балаларымыз жыл бойы олимпиадалық атмосферада өтеді. Бұл да осындай атмосфера сіздердің мектептеріңізде, сіздеріңізде оқу орындарыңызда құрылу керек. Сол кезде жақсы нәтижелерге жете бересіздер. Нұр үстіне нұр болады. Енді бағанадан бір мотивация деп жатыр. Мына біздің бір мотивацияларымыздың түрі, іс-шаралар ұйымдастырылып жатқан оқушыларымызды қарап отырсаңыздар, осындай мотивациялардың арқасында мынадай жетістіктерге жетіп жатасыздар. Көріп отырсаңыздар, мына оқушымыз міне отыр, ар жақта оқушымыз міне жүр. Осындай жаңағы мотивациялар арқылы оқушыны да жетістікке жеткіземіз әрине. Қосымша айта кетерлік, құрметті ұстаздар, мүмкін болған бүкіл жарыстарға қатыстыру, шындай беру, баланы жан-жақты дамыту керекпіз. Өйткені білесіздер, тарихта олимпиадамыз аз, ол жаңағы жаратылыстану пәндері секілді емес. Сондықтан мүмкіндігінше кез келген онлайн олимпиада болсын, не болсын, мектеп ішінде олимпиада жасаңыздар, сынып арасында олимпиада жасаңыздар, осындай жарыстарға қатыстырып, шындай беріңіздер. Рахмет, құрметті әріптестер, назарларыңызға, аударуларыңызға. Ататүрік Рахмет, құрметті ұстаздар, назарларыңызға. Түркі елінің үлкен бір дана сөзі бар. Бір майшам екінші майшамды тұтатқаннан жарығының айырылмайды дейді ма? Дұрыстыр. Әлсіремейді ма? Жоғалтпайды, жарығын жоғалтпайды. Рахмет, құрметті ұстаздар, назарларыңызға. Түркі халқының бір дана сөзі бар. Бір майшам екінші майшамды тұтатқаннан айдымлығын жоғалтпайды дейді. Міне осындай мақсатта менің іс тәжірибем сіздерге пайдасы тиді деген үміттемін. Баршаңызға рахмет, сәттілік, үлкен дода сайыстарда жолыққанша.